21 жасар қазақтың жігіті Дубайдың қақ ортасында премиальный жердің үйін ремонт жасап, бизнес жасап жатыр. Алдарымызда Алишер ініміз. Алишер, ассалаумалейкум. Алейкум. Қайықтық боласың? Шымкент қаласынанмын. Жасың нешеде? 21 жаста. Универ қашан бітірдің? 2025-те. Былтыр бітіріпсің ғой. Дубайға келгеніңе қанша болды? 4 айдан асты. Бірінші ай өзім болдым, жұмыс тапқанша, барлығын орналастырғанша, потом 1 айдан кейін әйелімді алып келдім. Үйленгенсің ба сен? Үйленгенмін. Қашан үлгеріп жүрсің? Универ бітіріп, сразу үйлендік, 8 ай болды, уже үйленгеніміз. Жалпы кәсіпте неше жастан бастап? Кәсіпте жалпы 17 жасымнан бастап, универге түскен уақыттан бастап. Алматыда соңғы 1 жылда қанша үйді ремонттадыңдар? 1 жылда 130 квартирадан астам. Дубайға келуге не себеп болды? Комфорт зонадан шығу. База жоқ, жігіттер 21 жасында комфорт зонадан шығып жатыр. 35-40 жасар бауырларымыз туралы үндемей ақ қояйын. Енді біз қазір Дубайдың өте қымбат райондарының бірінде тұрмыз. Қазір бұл объемды жалпы қалай таптың? Мен бірінші ай келген кезде осы Дубайдағы құрылыс жасап жүрген адамдармен кездесіп, сөйлесіп, нетворкинг құрып, солай өзімнің жұмыстарымды көрсетіп жүргенде бір партнер кісі маған сеніп, сол кісімен бірге бастадық. Ремонт жасап жатқан үйің 190 квадратный метр, 4 бөлмелі үй, премиальный локацияда орналасқан. Бұның қазіргі сатып алу құны қандай? Бұл квартира 190 квадрат болғаннан кейін $3 миллион. 3 миллион доллар. База жоқ, 4 бөлмелі 6 этаждық үйде квартира Дубайда 3 миллион доллар тұрады екен. Енді бұл ұсталарды қайықтан алып келдің бұл үйді ремонттап жатқан? Алматыдағы өзімнің сенімді командамды алып келдім. Бұл жерде енді пакистанец, бангладештер өте арзанға жұмыс істейді ремонтты. Оларды не үшін жалға алмадың? Ол кісілердің бағасына сай арзан болғаннан кейін качество да арзан болады. Сол үшін өзіміздің команданы алып келіп, жақсы